Қадірлі көрермен, армысың? Жыл сайын 9 мамырда Қазақстанның бүкіл қалалары алабажақ күйген еді. Құдды бір Колорад қоңыз жайылғандай. Менің айтып отырғаным Георгий лентасы. Соңғы 15 шақты жылдың ішінде оны насихаттау үшін посткеңестік елдерде мәңгілік полк маршы өткізіле басталды. Яғни бессмертный полк. Ал оның түпкі мақсаты мен саяси астары қандай? Өзгенің қаңсығын таңсық қылған ел біз ғанамыз ба? Ұлы Отан соғысы деген ұғым күн сайын көнеріп, келмеске кетіп барады. Оның орнын екінші дүниежүзілік соғыс алмастырды. Ақиқат көзімен қарасақ, бұл әлде қашан солай болу керек еді. Өйткені ТМД елдерінен басқа ешбір мемлекетте Ұлы Отан соғысы деп мүлде айтылмайды. Оны шовинистік идея белсенділері санамызға саналы түрде құйып тастаған. Анығын айтсақ, бұл сөз 1941 жылы шілденің 3 күні Сталиннің радио арқылы сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Көзі ашық, көкірек ояу бүгінгі ұрпақ Қазақстаннан соғысқа аттанғандардың саяси геноцид құрбаны болғанын түсіне бастады. Бірақ бәрі бірдей емес. Барлығы түсінсе, Георгий лентасын кеудесіне тағып, мәңгілік полк шеруіне қатыспайтын еді. Бұл маршқа неге қарсы деп ойлайтын шығарсыздар? Жоқ, атасының суретін ұстап, ерлігімен мақтанып, қаланың бір шетінен екінші шетіне дейін жүріп өтетіндерге еш қарсылығымыз жоқ. Басты қарсылық олардың кеудесіндегі лентада болып тұр. Тақырыпты тарқатайын. Қара мен сары жолағы таспадай тартылған лента патшалық Ресейдің соңғы сарқыншағы. Ол соғыста мерт болған жауынгерлерге деген құрмет емес, шовинистік Ресейдің сайқал саясаты мен жымысқы идеологиясы. Неге десеңіз, бұл лентаның екінші дүниежүзілік соғысқа мүлде қатысы жоқ. Оның тарихы 1796 жылдан басталады. 19 ғасырда Екатерина II христиан әлемінің әулиесі Георгий атындағы медальді жасатып, түрік пен орыс соғысында ерлігімен танылған жауынгерлерді марапаттаған. Оның ішінде Қазақстанды отарлап, тау халықтарын аяусыз қырған офицерлер мен сарбаздар да Георгий орденін тақты. Бұл Ресейдің ұлылығын, асқақтығын, отаршылдығын білдіретін ең жоғары награда болған. Ал бұл лента жайлы Ресейдің бетқұстар қоғам зиялылары не дейді? Орыс орманына аты мәшһүр көбейтсіз Госдуманың 4 шақырылымының депутаты Александр Невзоров та Георгий лентасына ілтипат білдіріп жатқан жоқ. Ол өз сөзінде бұл символды Колорад қоңызының таспасы деп кемсітіп, оны жеңістің емес, терроризм, сепаратизм, империализм мен алкоголизмнің нышаны деп атады. Жалған тарих сандырағына сенбей, сау ақылмен бұндай символға тыйым салу қажет дейді. Затем так называемая Георгиевская ленточка, которая была неизвестна в советской армии, потому что Орден Славы был учрежден только в 1943 году, особой популярностью, даже известностью на фронте не пользовался, но цвет победы, и надо к этому относиться спокойно и мужественно, цвет победы красный. Вот красного цвета было поднято знамя над Рейхстагом. Под красными знаменами шли люди в Отечественную войну. На антенны автомобилей, на прическе ленточку, которую назвали Георгиевской. Причем каждый раз это навязывание приурачивает почему-то к Дню Победы. Но простите, День Победы — это Орден Славы, это советский орден. И если мы говорим о новой традиции, то именно с Орденом Славы это и надо связывать. А вместо этого говорят Георгиевская ленточка. Придумано, в общем-то, не глупо. С одной стороны, вроде бы и патриотично, и ленточка яркая, броская. А с другой стороны, вытесняется из общественного сознания, прежде всего сознания молодых, советская символика. Енді мәңгілік полк шеруіне оралайық. 2011 жылы Ресейдің Томск қаласында мәңгілік полк шеруін ұйымдастыру туралы азаматтық бастама көтеріледі. Жобаның басты мақсаты соғыс құрбандарын ұлықтау. Бірақ бұл кейін саяси астары бар акцияға айналады, және де бұл шеруге қатысқандар кеуделеріне әлгі Георгий лентасын тағып алаңға ағылды. ТМД елдері, оның ішінде қазақстандықтар да осыны қайталады. Енді ойлаңыз, қазақты аяусыз қырған сол жауыздық үшін Георгий орденін алғандардың белгісін бүгін біздің таққанымыз қаншалықты орынды.
пандемияға дейінгі жылдары мәңгілік полк шеруіне 50 миллионнан астам адам дәл осы лентаны тағыпты. Айтпақшы, 2014 жылы Қырымда қырғын салған орыс шовинистері де украиндықтарды жеңдік деген сыңайда Георгий лентасын тағып, бөркін аспанға атты. Ресейліктердің нені көксегенін енді түсінген шығарсыз. Қазақстан үкіметі мұны түсінген соң, мемлекеттік туымыздың түсіндей көк лента шығарып, кеудесіне тақты. Бірақ Ресей империясын аңсайтындар, шовинистік көзқарастан арылғысы келмейтіндер Георгий лентасынан айырылғысы жоқ. Әлі де кеудесіне тағып жүр. Қазір ТМД кеңістігіндегі бір қатар мемлекеттер, Қырғызстан, Өзбекстан, Грузия сияқты елдер шеруге шығып, кеудесіне Георгий лентасын тағудан бас тартты. Қазақстанда алғашқылардың бірі болып 2019 жылы ақтөбеліктер шеруге шықпай қойды. Кейін оларға Шымкент қаласының тұрғындары да қосылды. Бұған ресейлік бақ өкілдері аттандап жарыса жазды. Қазақстан мәңгілік полкқа қарсы деді. Ал өткен жылы мәңгілік полк онлайн режимде өтті. Биыл карантиндік шектеулерге қарамастан офлайн және онлайн режимде өткізілмек. Жарайды, өтсін. Қазақстандықтар аталарының рухтарын ұлықтасын, ерлігімен мақтансын. Бірақ Ресейдің қулыққа толы идеологиясын жүргізіп, Георгий лентасын кеудесіне тағуға біз ғана емес, жүрегі қазақ деп соққан кез келген азамат қарсылық білдірері сөзсіз. Еліңізді сорлатып, аталарыңыздың қанын сорғалатқандардың белгісін кеудеңізге қалай тағып жүресіз?